Менің ойымша заңгер универсальный болмау керек. Яғни барлық іспен айналысамын, барлық жұмыс жасай беремін дейтін заңгер меніңше дұрыс емес заңгер сияқты кішкене. Өйткені, нақты заңгердің атқаратын жұмысы өте көп, жасайтын саласы өте көп. Сондықтан да нақты узкий специализация болу керек деп ойлаймын. Өйткені сол кезде фокус жоғалмайды. Мені білетін болсаңыздар, нақты мен тек қана кредитпен проблема болған кезде, просрочка болған кезде көмек бере аламын, график алып деген сияқты, қарызды азайтып деген сияқты, банк пен коллекторлық компания, жеке сот орындаушы, микрокредиттік қаржы ұйымы, нотариус, сотқа бара аламын деген сияқты. Сондай ипотека автокредитованиемен де көмек бере аламын. Ал жалпы менің жасамайтын жұмыстарым өте көп. Мен мысалы үшін сізге налоговый бойынша көмек бере алмаймын, жер мәселесі бойынша көмек бере алмаймын, үй кезегіне тұру деген сияқты, акиматпен де қандай да бір проблемаларды шешу деген сияқты. Яғни